Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге үйде артылып қалған нандардан осылай тіске басар дайындаудың рецептімен ұсынамын. Менімен бірге болып арнама жазыла кетіңіздер. Ең алдымен бізге үйде осылай қатып артылып қалған нандар керегі. Сосын қызанағымызды домалақтап турап аламыз. Менде 2 қызанақ турадым, және колбасаны да осылай жұқалап домалақтап турап шығамыз. Мұнда кеседе майонез бен кетчуп екеуін бір-біріне араластырып, пешіміздің табасына осылай нандарымызды рет-ретімен орналастырып шығамыз. Енді осы нанның бетіне жаңағы кетчуп пен майонезді жағып шығамыз. Қыздар, бұл рецепт сіздерге ұнайтынына сенемін. Мен арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бетіне колбасаларымызды орналастырып шығамыз. Барлығын қаз-қатар орналастырып, оның бетіне қызанақтарымды қойдым. Енді қыз тұрған пеште 180 градуста 10 минутқа қоямыз. 10 минуттан соң қайта алып, үккіштен өткізілген ірімшігімізді бетіне сеуіп, тағы да пешке 2-3 минутқа салып аламыз. Міне қыздар, менде дайын болып шықты. Наным қытырлақ, бетінде колбаса мен қызанағы бар. Өте дәмді болды. Бұл таңғы асқа, бестің шайына жасағанға өте ыңғайлы. Жасалу жолы тез, және де нандарыңыз үйде ысырап болып қалмайды.